Мұрат, білесізбе, біздің har дайым кеуілімізді елжірететіғын, өзгеше сезімлерді бізге бағышлайтығын бір сөз бар, бір сезім бар. Бұл ватан сезімі. Айне шайырларымыз да хамеше ватан хақында толып тасып жырлайды хам har біріміздің кеуілімізге ватан сүйушілік сезімлерін інам етеді. Дұрыс айтасыз. Құқы шекленбеген көзсал хүкімдар. Сен кімсең жаныма хәкімлік еткен, біз түе не ұлы дана шайырлар сенің кімлігіңді айта алмай кеткен. Хақиқатында да ватан текары анаға мегзейді. Себебі сол мектеп уақытынан баслап, ана ватан, ана тіл дегенді бізге ұстазларымыз кішкене уақытымыздан үйреткен ватан сүйшік сезімлерін сол уақыттан жүректерімізге сіңдірген. Сол үшін да шайырларымыз біз ватан хақында қанша жырласақ та аз деп ватанға ұлы тарифлер береді. Хақиқатында да біз ватан сүйушілік темасында сағатлап сөйлесуіміз мүмкін. Әне ерте таңнан болса, осы темада сәубетлесу үшін студиямызға меймандарымыз жетіп келген. Таныстырып өтсем, Қарақалпақстан медицина институты жаслар мәселелері рухи ағартушылық істері бойынша бірінші проректоры Зайыр Әлеуов hamda емлеу ісі факультеті студенті Бахадиров Жәнібек бүгінгі студиямыз мейманы. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Қош келдіңіз. Жақсы жетіп келдіңіз бе? Жақсы, рахмет. Демек, ерте таңменен студияда сізді көріп тұрғанымыздан қуанышлымыз. Айне бүгінгі Ассалаумалейкум Қарақалпақстан көрсетуінің темасы ватан сүйушілік хақында. Бүгін студиямызға келтірген уақытыңызда, мінекей қаламыз бойлап, қандай кеуіл кешірмелер өтті ойыңыздан, ватан сүйушілік хақында өзіңізден қандай пікірлер бар, осылар хақында сәубетті басласақ. Қыстың ажайып бір таңларында еріксіз инсанды ilhamlandырса керек. Рахмет, Мұрат үшін әуелем бар. Әрбір инсан ерте таңда оянғанда, ауырмай оянғанның өзі үлкен бақыт деп айтады. Жолда кетіріп, қаламыздың көззалығын көріп, жаңа салынған имараттарды көріп, көз қуанарлы адамның. 2025 жылы мемлекетімізге жақсы жыл болды. Соның ішінде Қарақалпақстан медицина институтының жетіскерлік жағын айтатын болсақ, оқу жағы, ілми жағы, рухилық жағынан көп жетіскерліктер болды. 2026 жылы мақсат қылып қойдық, алдымызда режелер істеп шығылды. Барлығы сол ватанымыздың рауаждануы, гүлдеп жасануы жолында қылынып отырған игілікті істер деп ойлаймын. Әлбетте, дұрыс айтасыз. Енді біздің кішкенелігімізден сол ақыллы бол, білімлі бол, кітап оқы деген сөздер тәрбиямызға сіңіп қалған. Әне бүгіннің жастары да бұлардың хаммесі ватан темасы дөңгелегінде айланатын болса, бүгіннің жастары да ватанымыздың игілігі жолында істеп отырған жетістіктерін көріп, көзіміз қуанады. Әне сол жастардың бірі ретінде өзіңізден пікірлер тыңламақшымыз. Masalan, har bir yoshning rivojlanishi uchun kitob o'qish katta ahamiyat kasb etadi. Kitob o'qish bu insonni ma'rifatli qiladi, tafakkurini boyitadi. Kitob bilan ulg'aygan, ya'ni kitob o'qib ulg'aygan har bir insonda vatan sevuvchanlik hissiyoti paydo bo'ladi, kuchayadi. Keyin kitob o'qigan insonda madaniyatli, ma'rifatli, tafakkuri boy, keyin to'g'ri hamda noto'g'ri g'oyalarni bir-biridan ajratib oladigan. Keyin shu sababli zararli illatlarga har qanday yomon g'oyali insonlarning fikrlarini qo'shilib ketmaydi. Ayniqsa hozirgi zamonimizda kitob o'qish bu asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Bu ma'naviyatimizning tayanchi hisoblanadi. Kitob o'qigan insonda o'z oldiga maqsad qo'ya oladi. Maqsad qo'yib, kelajakda o'z o'rnini, jamiyatda o'z o'rnini topish uchun bir xizmat bo'lib oladi. Shuning uchun har birimizga kitob o'qishni odat qilishimizni tavsiya qilgan bo'lar edim. Albatta, endi kitob haqida ajoyib fikrlar aytdingiz. O'zingiz de kitob o'qib tursangiz kerak. Ko'pincha meditsina ilmiy kitoblar o'qib turasiz. Demek endi осы бағдарда өзіңізбен сәубетті давам еттірсек, хақиқаттан да бүгінгі күннің жастары сол мектеп уақытынан бастап бізге үйретілген жақсы оқың, ертеңгі келешегіңіз үшін, ватанға сол өзіңіздің қайсы кәсіп иесі болсаңыз да пайдаңызды тигізу үшін деп. Өзіңіздің бүгінгі медицина институтындағы дөретушілігіңіз, жұмысларыңыз, оқуларыңыз, жетіскерліктеріңіз хақында айтып берсеңіз. Мен медицина институтына 2022 жылы кірген болсам, shu vaqtdan beri ustozlarim to'g'ri ta'lim va tarbiya berdi. Shu sababli meni ilmga qiziqtirib boshladi. Asosan bunda Zilixa opa Irimbetova anatomiya ustozim anatomiya fanidan qiziqtirdi. Bunda 2024-yili 26 noyabrda Toshkent tibbiyot akademiyasida xalqaro tibbiyot mohirlar olimpiadasi bo'ldi. Bu olimpiadada anatomiya, klinik anatomiya hamda patologik anatomiya fanlaridan qatnashib, faxrli birinchi o'rinni oldim.
Undan tashqari 2025-yili tibbiy ekologiya nomli fan olimpiadasi bo'lib o'tdi Qoraqalpog'iston tibbiyot institutida. Bu olimpiadada jamoaviy qatnashdik. Jamoamiz bilan birinchi o'rinni oldik. Ajoyib. Bu 24-25-yil muvaffaqiyatli yil bo'ldi. Yana bir muvaffaqiyatim deb aytsak bo'ladi. 2024-2025-yil mobaynida yilning eng yaxshi ilmiy tadqiqotchi talabasi nominatsiyasiga g'olib bo'ldim. Ajoyib. Keyin yaqinda institutimiz miqyosida yil talabasi 2025 tanlovi bo'lib o'tdi. Bu tanlovda ikkinchi o'rin olishga muvaffaq bo'ldim. Bundan tashqari 25-yili omadli yil bo'lib, Zelixa opa Yerimbetova ustozim bilan birgalikda ikkita maqolam, bir tezisim chop etildi. Баспа жүзін көрді. Ажайып, жақсы жетіскелік. Енді Зайраға өзіңіз тікелей бүгінгі күнде міне осындай жастарменен істесесіз. Олардың жетіскеліктерін асыру мақсатында бүгінгі күнде Қарақалпақстан медицина институтында алып барылып отырған жұмыстар, әсіресе отан сүйушілік темасында алып барылып отырған жұмыстар хақында сөйлесек. Студент жастар отансүйгүчүлүк рухуна тарбиялоо темасы бул жуда ахметli тема. Әлбетте. Себеби глобалдашууна, маалимлеме агымы күчөйгөн бүгүнкү күндө жаштардын санасында милли өздүктү сактоо, отандын раважданууна косуу үлүсү бул ар бир жогору билимдендирүү мекемелеринин эң тикаркы вазифаларынын бири эсептелет. Жаштарды отансүйгүчүлүк рухуна тарбиялоо бул тек гана уранлар, ямаса бир не деймиз, байрам санелери менен гана шектелип калмайды жакында. Бул тикарынан студент жаштарды ватан тарихын үйрөнүү, ана тилин үйрөнүү, өздүктү саклоо, ватан алдындагы хүрмети, нызамга хүрмет, ата-анага хүрмет, бул өз кәсибинин бир жетик маманы болууга умтулуу, бул ватан сүйүүчүлүктү тамирлейтин затлар да булар. Ватан эң не дейди, жаңадай хакыйкый ватан сүйүүчү инсан кандай инсан дейди го, бул өз ишин хадал, яғни шын көңүлдөн иштеген һәм жәмиятке пайда келтірген инсан бұл хақиқи ватан сүйүүчү инсан деп айтылат. Біздер институтумузда да сол ватан сүйүүчүлүк рухуна тарбиялоо маселесинде студент жаштар арасында 3 багдарда амелге асырылады. Окуу процесси аркылуу деп айтылады, яғни бұл сабак берүү процесси пәнлер аркылуу өтүлүү, бұл милли мәп бар. Сабак процесси өтүлгенде да ар бир пәннин тарих болсун, философия болсун, медицина пәнлеринин өтүлүүндө да милли мәп бар. Бұл ватан алдындагы жоопкерчилик сезинет ар бир студент. Бұл өтүлүү аркылуу, бул аркылуу жаштарга сол ватан сүйүүчүлүк рухун сиңдирет. Экинчи бул өздөрүбүздүн сол рухий агартуучулук жумуштары, истелип атырган жумуштар, шайырлар менен дипломатлар катнашкылар, учурашуулар, адебиятчылар менен, илим кайраткерлер менен советлешүү, дөңгөлөк стол атрапында кишигирим сол ынталы жаштарды жыйнап улар менен бирге өткүзүү бул жаштардын экинчи багдарына кирет. Үчүнчү багдары бул жаштарды не дейди, волонтерлук сезимин оятуу дейди го. Өздөрүбүздүн институттун атрапындагы экологиялык жагдайларга, алыс аймактардагы ауылларда медициналык көрүктөн өткөрүү, ыктыярый кан тапшыруу деген жамиятилик жумуштарда белсенди катнашууга чакыруу бул ар бир инсандын ватан алдында парызы эсептелет. Дұрыс. Һәм бүгінгі күнде жастар да бұлардан ешбірінен қалыспай өз жетіскеліктерін көрсетіп, не студентіңіз бұның дәлелі болып отыр. Әлбетте. Заманың бар шалқып дәуран сүрмеге, суыман десең тасқын болып ағып өт, желмен десең дүбелей бол дүрлеген, шоқпан десең жүреклерді жағып өт. Әне бұл тариф бүгіннің жастарына берілген де солай емес пе? Әне біз мектеп уақытларымызды есімізге түсіретін болсақ, міне сіз де студентсіз бүгінгі күнде мектеп дәуірлеріңізді бір еске түсіріп көрің, һәм бүгінгі өзгерістер, бүгінгі жаңаланулар, бүгінгі жастар үшін жаратылып отырған имканиятлар, һәм сіздің Қарақалпақстан медицина институтын мысалында бұны көретұғын болсақ та, келешек шпакерлері үшін бір қанша мүмкіншіліктер жаратылған. Солай емес пе? Дұрыс. Біздің институтымызда yoshlarning nazariy hamda amaliy bilimlarini olish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Bunga misol qilib, simulyatsiya markazi hamda o'zimizning klinikamыздагы amaliyotlarni aytsak bo'ladi. Talaba yoshlar nazariy bilimlarni egallash bilan bir qatorda simulyatsiya markazida, masalan, anatomiya o'zining fanimdan bo'lsa, pirogov stoli kabi zamonaviy texnologiyalar bor. Bunda nazariy bilimlarni shu pirogov stolida ko'rib, eslab qolishi hamda ko'rishi hamda davolagandan ham klinikada ham katta ahamiyat kasb etadi. Albatta. Bunda keyin bundan tashqari xirurgiyadan laparoskop asboblarimiz bor, Germaniya hamda Yaponiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Bunda mashq qilib, laparoskopda hayotiy odamning ichki organlarini ko'rganday qilib, mashq qilib o'rgansa bo'ladi. Bundan tashqari klinikamizda yosh bolalar davolanib kelyapti. Bunda
nazariy bilimlarni olib, yosh bolalarda har qanday shifokor sifatida savol javob qilib, anamnez yig'ib deganday klinikalarni so'rab, davolashlarini o'rganib, nazariy bilimlarni mustahkamlab boryapmiz. Демек, бүгінгі күнде жаратылған имканиятлар, сол техника, технологиялар рауажланған әсірде жастарымыз үшін жүдә жақсы жаратылған имканиятлар. Әлбетте, енді осы орында Зайраға өзіңізбенен сөйлесейік. Айны Қарақалпақстан медицина институтында бүгінгі күнде жастарға болашақ, демек денсаулық сақшылары болған шипакерлерге жаратылып атқан имканиятлар. Себебі отансүйушілік дегенде бұны шайырлар хақиқаттан да өзінің қосықларында, шығармаларында жырласа, біздің мінекей денсаулықты сақлау сақшылары, шипакерлер оны өзлерінің оқу орнында сол 6 жыл оқып, сол шипакер болып қалыптаседі. Hamda бұған менімше әлбетте бүгінгі күнде имканиятлар жетерлі. Hakikaten dürüst. Енді şifakirlerde, stüdent жастарда insan ömrüмен байланыслы bu şifakirler medisina тарауы. Соның үшін бірінші нәубетте жақсы кадрларды шығару үшін жақсы кадр болу керек. Соны алып баратығын, оқытатығын, білімлі жақсы кадрлар болса ғана сондай жақсы жетік кадрлар шығады деп ойлаймын. Біздердің институтымызда 2025 жыл давамында сол ректорат тарапынан профессор оқытушыларға көп имканиятлар жаратылды. Сол 11 атамадағы, мысалға 25 жыл 11 атамадағы 500-ге жақын оқу қолданбалар шығарылды мұғалімдеріміз тарапынан. Сабақлықлар шығарылды, бір Қарақалпақ тілінде сабақлықлар, 30-дай оқу услуби дейді ғой, қолданбалар шығарылды. Бұлардың барлығы сол жастарымыздың сол білім алуына, ілім алуына шарайат жаратып беріп жатыр деп ойлаймын. Және бір мәрте сол студент жастарымыздың шет мемлекеттерімен біргелікте академиялық оқу процесс алмасуы, профессор оқытушыларымыздың сол 2025 жылда айтатын болсақ, өткен жылы 25 профессор оқытушымыз шетелдік жоғары оқу, медицина оқу орындарында барып тәжірибе алмасып келді. Және 21 сырт мемлекет, Қазақстан, Россия Федерациясы, Германия мемлекетлерімен біргелікте 8 меморандум имзаланды. Бұл жерде көзделген мақсат сол тәжірибе алмасу, сол жақсы жетік кадрлар жетістіру деп есептейміз. Және де сол 2025 жыл 18 апрельде институтымызда халықаралық пән олимпиадасы өткерілді. Бұл жерде сол 25 мемлекеттен шетелдік мемлекет, Австриядан бар ойда, Германия айтқанымыздай, Корея мемлекетлерінен, Тәжікстан мемлекетлерінен 300-ден астам профессор оқытушы студент жастар қатынасты. Ең қуанарлысы сол һәм тараплеме Қарақалпақстан медицина институты студент жастары бірінші орынға лайық деп табылды. Көрсетуіміз давам етеді. Бізді енді ғана тамашалап отырғандар болса, және бір мәрте ассалауму алейкум дейміз. Дастурхан атрапында шаңырақ ағзалары менен бірге тамашалап отырған замандастарымыз болса, оларға жағымлы іште етілеген халда біз көрсетуімізді давам етеміз. Келің Миргүл су орында студиямыз мейманы бақсы қызымыздан және бір ажайып қосық тыңласақ. Қандай қосық тыңлаймыз Гүлпаршыл? Енді кеңес намазына Қарақалпақта қосығын айтып беремін. Мархамат.
баршын. Айны мектеп уақытларында осы қосықларды ядлап жүргенлеріміз көз алдыма келіп кетті. Hamda мектеп деген уақытында бір ажайып мектеп директорының сөзлері есіме түседі. Hamda келешекте мен де егер осы оқытушы болатын болсам, айны осы пікірлер бойынша жұмыс алып бараман деген үміттемін. Бұл болса төмендегіше пікірлер еді. Біз қайсы сабақтан оқушыларға білім берсек те, ең дәслеп, ең бірінші орында адамгершіліктен, тәлім тәрбияны беруіміз керек деп айтқан еді. Хақиқаттан да мінекей Зайраға сөзімізді өзіңізбен жалғастырсақ, бүгінгі күнде сізде тікелей жастармен істесіп жатырсыз. Hamda міне жаңа жылы енді кіріп келатырыпты, бірақ өткен 2025 жылда Қарақалпақстан медицина институтының жастарымен қандай жұмыслар алып бардыңыз, қандай рухи ағартушылық жұмыслары болды, жетістіктер қандай, солар хақында толығырақ айтып берсеңіз. 2025 жылда оңда жаңа айтқандай көп жетіскенлік жыл болды медицина үшін. Жастарымыз әр тараплемен президент басыламасымен 5 басылама текарында көркем өнерге тарту студент жастарымызды сабақтан бос уақытларында әлбетте біздер себебі медицина институтында жаңа айтқанымдай бірінші орында оқу, медицина ілімі яғни инсанменен байланысты болғаннан кейін біздерде қызығушы студент жастарымыз көп былайынша алып қарасақ, бірақ оны барлығын тарта алмаймыз, себебі олар жаңа айтқандай бірінші нәубетте оқуға қарату керек. Соның үшін біздер имкан дәрежесінде сол студенттерді бос уақытына сол сабақтан кейін олам біздерде сабақ азанда 8-ден 4-те тауысылады обедтен кейін. Содан кейін бізде 2 сағат 6-ға шейін көп ыстамай бос уақыт мазмұны өткеру мақсатында әр жаңа айтқанда 5 басылама текарында театрларға апару, спортқа қамту, кружокларымыз бар, өздеріміз спорт секциялар істеп тұпты. Осы жылдан бастап спорт клубы өз іскерлігін бастады институтымызда. Әр 6 спорт түрі бойынша дөңгелектер ашылды, мысалы волейбол, баскетбол, футбол түрі. Әр жөнеліс бойынша студент жастарымыз әр факультеттен тьюторлардың басшылығында, әр тьюторлар, декан орынбасарлары басшылығында әр студент келіп қамтылып өздерінің бос уақытын мазмұнын өткеріп жатыр. Және де компьютер сауаттылығын асыру бойынша кружокларымыз бар. Кітапханалықты қызықтыру, әрбір студент бір кітап оқу керек. Жылдың басында әрбір студентке кітаптың атамалары келеді, 100 кітап келеді, әрбір студент оқу жылы дауамында 2025-26 оқу жылы дауамында әрбір кітапты оқып шығу керек. Жылдың ақырында сол бойынша әрбір студенттерден кітаптың мазмұны ақында бір түсіндірме жұмыстар алып барылады, презентация жұмыстар алып барылады. Және де 5-ші басыламаның аял қызларымыздың бәнділігін тәмелеу. Яғни 2025 жыл дауамында медицина институтымыздың талабалар тұрар жайының іске түсуі. Мен алдын педагогика институтының балансында болған здание бұрынғы салынған, бірақ соны қайта реконструкция қылдық та, біздер өзі қайта тәмірлендік. Бұл жерде 350 студентіміз тек аял қызлар үшін, қызлар жатады бұл жерде, 350-ге мөлшерленген. Себебі біздерде медицина институтында қызлар саны басымы көп. Соның үшін ата-аналардың ұсынысы бойынша әр тараплеме ұсыныстарды есапқа алған қалда тек студент қызлар жатқызып қойыпыз. Ол жерде жаңа 5-ші басыламаға айтқан болсақ, тоқушылық өнері бойынша тіл үйрену кружоклары аял қызлар үшін имканат жаратылғанда қол өнеріменен шұғыланады. Һәм сол жердегі жатақханадағы талабаларында тұратын студент жастар қызлар үшін өздері сабақтан жаңа кешкі уақытлары қол өнерін үйретіп, өздеріне жаңадай киіп жүретін нелерді үйреніп істеп подиумлар. Подиумларға қатынасады. Және де институтымыздың талабалар театр студиясы бар, институт шөкемлестірілген. Өткен жыллары, енді өткен жыл емес, 1-2 жыл, 2 жыл алдын Қарақалпақстан медицина институты талабалар театр студиясы Өзбекстан Республикасындағы барлық жоғары оқу арасында болып өткен көрік таңлауда жанымыздағы періштелер атлы спектакльменен гран-приді жеңімпаз болды. Құқылаймыз. Рахмет. Студенттеріміздің біздер медицина студенттеріміз деп не қылмайды, біздер әр тараплеме бар. Қосықшыларымыздан бар біздерде, жақсы айтатын талантлы жастарымыз бар. Сурет өнеріне қызығатын студенттерімізден бар, айтқанымыздай. Басқа жоғары оқу орындарына
студент жастарынан кем емес. Мәдениет институтында қосықшылармен салсаң, біздердің қосықшыларымыз айтатын қалыспайды. Талант жастардың көп та көзінен қарасаң жанып тұрыпты. Енді тек имкан дәрежесінде жаңа сабақтан бос уақытларында сол студент жастарымызды соларға қамтимыз. Себебі біздердің студенттер қазіргі жастар қызығушан, талапшан. Баяғыдай бір әр тәдбірімізде, мәдени илажларымызда студенттер тек қана тамаша көй есабында келмейді қазіргі жастар. Өздерінің интакер, инициативасымен келіп атыпты. Сол шөлкілмесілік қабілеттілермен қатынасып атыпты. Қазір әрбір студент жастарымыз сол өздерінің белсенділігін көрсетіп атыпты. Және де сол өткен жылы институтымызда саламатлық марафоны өткерілді, хабарыңыз бар. Бір ай давамында сол халықты бейпыл көріктен өткеру. Сол Өзбекстан, Ташкент қаласынан өздеріміздің сол Қарақалпақстандағы тәжірибелі врачтар шет мемлекеттерден келіп, шипакерлеріміз келіп, бір қанша операцияларды істеп, сол халықтың саламатлығын бекемдеу мақсатында сол бір ай давамында сол институтымызда іскерлік көрсетті. Һәм бұл жерде қуанарлысы біздердің студент жастарымыздан өздерінің волонтерство түзілді. Сол әр келген халықлар, бұқараларды сол көріктен өткеруді әмели жәрдем беру қасында. Сол өздері инициативамен шығып, әр жәнібеклерім жүрді сөйерді, өздері студенттеріміз сөйерді бір медициналық жағынан бір әмели жәрдем көрсетті да бұл жерде. Ажайып. Енді бүгінгі күнде жастардың хақиқатында да жаңа идеялар менен, жаңа басамалар менен шығып жатырғанын көріп көзіміз қуанады. Енді сіз айтып жатырсыз ғой, Қарақалпақстан медицина институты деген уақытымызда тек қана көз алдымызға шипакерлер келеді. Иә, ол жерде де айне талантлы студенттер, талантлы жастар жүдә көп. Хақиқатында да олар дерлік әр күні бұған қатынасқысы келетін шығар, бірақ олардың тек арғы кәсібі инсан өмірі менен байланыслы болғандықтан, айне ол жауапкершілікті де бүгінгі күнде жаратылған имканиятлардан да пайдаланып, екеуін қоса алып барып отырған жастарды көріп көзіміз қуанады. Жолаушы ямаса теңізшінің тас түнекте жұлдызларсыз, маякларсыз жолды жаған таба алмағанындай, өмірге жаңа қадам қойып отырған әрбір жас та өзіне жол көрсетуші жұлдыз, маяк болып қызмет ететін ұстазларсыз жолды жаған таба алмай қиналады деген еді Қарақалпақстан халық жазушысы Аланазар аға Абдиев. Хақиқатында да сіз Жәнібек балалық уақытыңызда бүгін кім болсам екен деген сұраудың тасиғын ұстазларыңыз арқылы тапқан болсаңыз керек. Тоғры. Өзі бұл хаятта әрбір инсанның hayati тәжірибені o'rgatuvchi birinchi ustozi albatta ota-onasi hisoblanadi. Mening birinchi ustozim onam hisoblanadi. Onam menga hayotiy tajribalar bilan berishni bilan bir qatorda ta'lim hamda tarbiya berdi. Onam o'zi tibbiyot sohasida faoliyat yuritadi, shifokor bo'lib ishlaydi. Mening tibbiyot sohasiga qiziqishimda onamning hissasi katta hisoblanadi. Bundan tashqari maktab paytidagi sinf rahbarlarim, ustozlarim menga biologiya hamda kimyo fanlariga qiziqtirib, fan olimpiadalariga qatnashtirdi. Buning uchun katta rahmat hamda minnatdorlik bildiraman. Keyin institutga kirgandan keyin ham institutdagi domlalarimiz bizlarga o'z qobiliyatlarimizdan kelib chiqib, masalan, kimdir anatomiya faniga, kimdir fiziologiya faniga, boshqa bir mikrobiologiya fanlariga qiziqishi bo'ladi. Shu qiziqishini qarab, o'zining qobiliyatini chiqarib berishida ustozlarning ahamiyati katta. Masalan, mening Zalixa opa ustozim ham anatomiyaga qiziqtirib, qobiliyatlarimizni chiqarib berishida katta o'rin tutadi. Bundan tashqari, Dilbar opa gigiyena fanida olimpiadaga tayyorladi. Keyin prorektorimiz bilan Zayrag'alar, zamdekalarimiz, dekalarimiz bizlarda har tomonlama qo'llab-quvvatlab bizga motivatsiya berib turadi. Bilim olishimiz uchun hamda shunday tadbirlarda volontyor sifatida qatnashishimiz uchun ular bizga motivatsiya berib turadi, qo'llab-quvvatlab turadi. Har bir yutug'imiz uchun, muvaffaqiyatimizga erishishda ustozlarning ahamiyati katta deb hisoblayman. Albatta. Жалған сөйлеп жалтақлаған ұнамас, соңғы сөзді мәрт халықтың қызымын. Нәшесі мен алпамыздай да қалдың мирас.
Mertumar esmazsa getto birege Gülayım day palvan buldu janeke Kumarana maktanışım tiregim Atı kalı kara kalpa kızımın Nedire gaziler yoş bir yer bizge Zülfiyalar ismi sürmedir kızge Gül parşınday upa aylayan yerge Kızım silar kara kalpa kızımın Öz ağam özbegim kadirdanım var Kazak, Kırgız, Türkmen kadirdanım var Jana özbegim kadirdanım var Baktı külgen yerken yedin kızım var Ah yavrey, aman ey Yer yavrey Baktı külgen yerken yedin kızım var Rahmet. Sağ болың. Бүгін мінекей әжайып сәубетлер болып атырыпты, әжайып қосықлар тыңлап атырыппыз. Инсан күнді қалай басласа, күн давамындағы кеуіл кейпияты әйне осындай болады дегені хақиқат. Ал біз арқалы телетамаша көйлеріміздің кеуіл кейпиятлары көтеріліп атқан болса, біз бұндан қуаныштымыз. Әлбетте дұрыс айтасыз. Ватан темасында біз сағатлап сөйлесуімізге болады. Сағатлап сәубетлер қылсақ болады. Әйне олардың ватан сүйушілік темасында жастардың, әсіресе замаласларымыздың кеуілінде жылылық мүнәсебет ояту үшін біз бүгін студиямызға ажайып меймаларымызды мұрат еттік. Жақсы қосықлар тыңладық. Бұл тек қана сөз емес, бұл har біріміздің кеуіліміздегі, шын жүрегіміздегі сезімлер болып есептеледі. Біз ватанға қашан қызмет қыла аламыз, ватан сүйушілік сезімдерін қашан оята аламыз. Әлбетте біз ватанымызға садықлықпен қызмет етек. Жастарымыз болса, жетік білімдерді алса, һәм бүгінгі имканиятлардан пайдаланса, ватан үшін қызмет етсе, әлбетте har біріміздің кеуілімізде бұл сезім болары анық. Әлбетте. Демек, Өзбекстан қаһарманы, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық жазушысы Төлепберген Қайыпбергеновтан ватаныңыздың сүюіңіздің сыры неде дегенде, себебі ол біреу ғой деген. Хақиқаттан да жалғыз ана ватанымызды сүю үшін көп нәрсе істеу шарт емес. Оны хақиқаттан шын жүректен жақсы көру, оның батырларына, ер азаматларына мүнәсіп әулет болу, жастарымызға үлгі болу, бұл жеткілікті десек те болады. Әмді бүгін әйне осындай жақсы ватан сүйушілік хақында сәубетлес болған біздің меймандарымыз Қарақалпақстан медицина институтының ұстазы, студенті. Келің, бүгін міне бізді тамашалап тұрған телетамаша көйлерге, халқымызға тілеклеріңіз болса, айтып алсаңыз болады, мархамат. Әуелен бар, рахмет айтамыз, және бір мәрте шақырғаныңыз үшін. Міне демде уақыттың өткенін сезбей қалдық. Ватан сүйушілік темасы жаңа көп айтқанымыздай үлкен тема. Бұны көп сағатларым кетуі мүмкін. Тек қысқаша қылып айтамын, жаңа әрбір студент, сол менің кәсібім, менің ватаныма қызметім деген идеяны сүрені алдыға сүрсе ғана бұл мемлекет рауажданады. Әрбір жас әулет сол бір кітап оқып, көп кітап оқып, сол бір мақсат жолында бірлессе ғана біз жаңа Өзбекстан, жаңа Қарақалпақстанды құрамыз. Соның үшін мына 2026 жыл әмемізге жақсы жыл болсын, сол елімізге тынышлық, аспанымыз ашық болсын, хәмеше игілікті жұмысларыңызда табыстар болсын, сол ілім жағынан, білім жағынан, әр қандай тарау жағынан сол жетіскеніміз бір бай жыл болсын әмемізге. Рахмет. Жақсы сәубетлер болды. Миннетаршылығымызды білдіреміз. Жәнібек, сізге де өз миннетаршылығымызды білдіреміз. Жетіскеліклеріңіз көп болсын. Әне жетіскеліклерді бөлісу үшін және бір мәрте студиямызға келің. Рахмет айтамыз. Гүлпаршын, сізге де ерте таңнан даусыңыз ашылмауына қарамастан халқымызға қызмет етіп, ажайып қосықларыңызбен иман болғаныңыз үшін рахмет айтамыз. Әлбетте. Алдағы дөретушілік жұмысларыңызға, игіліклі жұмысларыңызға әлбетте табыстар тілейміз, және студияда жақсы жаңалықтармен көрісуді тілеп қаламыз. Әмді әзиз телетамаша көйлер, бүгінгі мінекей пайызлы бір сағат давамында сізбенен бірге болған баслаушыларыңыз Ассалаумалейкум Қарақалпақстан көрсетуі болды. Ендігі эфирлерді де көріскенше сау, саламат болың дейміз. Аман болың, әзизлер.